Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын номер 20 арнаулы лицейінің тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, мына суреттер қандай оқиғаға байланысты болуы мүмкін? Соны анықтаймыз. Осы суреттер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру, әміршіл-әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау. КУАКП-ның орталық комитетінің нұсқаулығымен 1986 жылы желтоқсанның 16-сы күні Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің пленумы болды. Жиналыста КУАКП орталық комитетінің хатшысы Разумовский жүргізді. Күн тәртібінде бір ғана ұйымдастыру мәселесі тұрды. Ол Қонаевтың орнына орталықтың шешімі бойынша Колбинді сайлау ұсынылды. Ел тағдырына қайта құру үрдісіне сеніп, жаңғыру жолына түскен қазақ жастары бұл шешіммен келіспеді. Осы себептерге Ресейдің қалыптасқан империялық саясатына қарсылық, қалалық жерлердегі қазақ жастарының әлеуметтік мәселелерінің шешілмеуі және ұлттық саясаттағы теңсіздік, әлсіз демографиялық жағдай, экономикадағы дағдарыс және шарасыздық тағы басқа себептер қосылды. 17 желтоқсанда студент және жұмысшы қазақ жастарының шағын тобы Алматыдағы орталық алаңға бейбіт шеруге шықты. Ол жерде мемлекетті құлатуға немесе орыстарға қарсы арандатушылық ұрандар айтылған жоқ. Қоғамдық тәртіп бұзылған жоқ. Жастар тек пленумның шешімімен келіспейтіндерін айтып, түсінік берулерін талап етті. Бейбіт шеруді басуға Мәскеуден тікелей басшылық жасап, Алматыға шұғыл арада әскери бөлімшелерін жіберді. Олар шеруге шыққандарды ұрып-соғып, мұздай сумен тұншықтырып қуып таратты. Кейін анықталғандай, коммунистік әкімшіліктің ұйымдастырылуымен Бұрқасын 86 деген құпия жедел жоспар жасалғаны болып шықты. Ол жоспар бойынша билік иелері кез келген уақытта оқиғаны өздеріне қажетті арнаға бейімдеп, жастарға қылмыскер немесе ұлтшыл деп айып тағып, арандатушылық бағытқа бұрып жіберуіне мүмкіндік алған. Осыдан кейін халықтың бас көтеруіне қарсы қатаң шаралар жүргізді. Қылмыстық тәртіп бойынша 99 адам сотталды. Тек Алматының өзінде 264 адам жоғары оқу орындарынан, 758 адам комсомол қатарынан, 52 адам партиядан шығарылды. 1400-ге жуық адам комсомол және партиялардан сөгіс алды. 12 жоғары оқу орнының ректорлары қызметтерінен босады. Және де қазақтың қара домалақ жігіттері мен қыздары құрбан болды. Олар Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сабира Мұхамеджанова. Ал енді бірінші тапсырма. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс пен желтоқсан оқиғасын салыстырыңдар. Бірінші бағанаға Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің айырмашылығы, ортасындағы бағанаға екі оқиғаның ұқсастығы, үшінші бағанаға желтоқсан оқиғасының айырмашылығын жазыңыздар. Тапсырмаға берілетін балл 3 балл. Сіздер тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Келесі тапсырма. Кестені толтырыңыздар. Бірінші кестеге желтоқсан оқиғасының себебі, екінші кестеге желтоқсан оқиғасының болған уақыты, үшінші кестеге желтоқсан оқиғасының тарихи маңызын жазыңыздар. Тапсырмаға берілетін балл 3 балл. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Енді жоғарыда берілген екі тапсырма арқылы өздеріңізді бағалаңыздар. Егер толық 6 балға жауап берсеңіздер өте жақсы.
жақсы, 4-5 баллға жауап берсеңіздер жақсы, ал 3-2 баллға жауап берсеңіздер орташа. Үй тапсырмасына тоқталсақ, Алла жар фильмін көру осы желтоқсан оқиғасына байланысты сілтемесі астында берілген. Келесі төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыздар дәптерлеріңізге. Бірінші сұрақ: жас демократ Қайрат Рысқұлбеков туралы не білесіздер? Екінші сұрақ: шеруге қатысқандарды басып тастау үшін билік иелері жүргізген шараларды қалай бағалайсыздар? Бүгінгі сабақта болған мәліметтерді және қосымша деректерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет.